Отағасы білесіз бе, бүгін 14 февраль ғой. Гүл бар ма маған? 14 февраль тойлауға болмайды дейді ғой шешесі. Солай ма екен, тойлауға болмай ма? Құрсын онда тойламай-ақ қояйық. Рахмет. Отағасы, енді бүгін 8 наурыз ғой. Әйелдер қарқаралы күні. Маған гүл бар ма? Ол 8 наурыз тойлауға болмайды дейді ғой. Керек емес, біздің мейрамымыз деп отыр ғой. Қазақта ондай мейрам жоқ. Онда бұл тойламай-ақ қояйық. Рахмет. Бүгін 15 ақпан ғой. Қозы көрпеш, баян сұлу бірдеңе бермейсің ба маған? Сол 15 ақпанда ана қозы көрпеш, баян сұлу қосылмай кеткен ғой түбінде. Шешесі сыйлайын, қосылмай кетеміз ертең бізде. Тойламау керек ондай. Атак білесің ғой жаным, гүлді мен мерекесіз ақ беремін саған. Мереке жоқ десе, онда бізде общем біз тойламай-ақ қояйық десе ештеңкені. Бүгін туған күнім менің. 30-ға толып жатырмын. Гүл ештеңе бермейсің ба сонда тойлап? Шешең сыйлай, туған күн тойлауға болмайды дейді. Адам өлетініне жақын кезде неғып тойлайды дейді оны. Сен адам емес екенсің ғой, сен ишак. Мен жұма сайын саған сыйлық беріп отырамын. Уайымдама, жұмада беремін мен. Енді ишак бүгін жұма ғой, жұмада келіп тұр ғой туған күнім. Бар болса беріңдер, жоқ болса не бересіңдер деп айтты ғой. Мә, керек емес. Гүлің де өзің